Есік қаққан еңбек. Ықшамдап алынды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлағысы келген еңбек әлемді шарлайды. Еңбек жауған жаңбыр тамшылары жерге жетпей кеуіп үлгеретін аты аңызға айналған Африка еліне аттанады. Әлемдегі ең биік Намиб құм төбелері осы Африкада. Құм белестеріне бет алған еңбекті шөл қысып, әбден әлсіреген қара қоңыз қарсы алады. Еңбек қара қоңызды құм төбеге алып шығада қараңғы түсуін күтеді. Өйткені түнде теңіз жақтан тұман түседі. Қараңғы түсе қара қоңызды жерге қарсы арқасын тостырып, басымен тұрғызып қояды. Оның арқасында қалың тұманнан тамшылар пайда болады. Арқасынан аққан тамшылар қара қоңыздың аузына құйыла бастайды. Рахмет! деген қара қоңыздың әлсіз дауысы естіледі. Тамшыға таңдайы жібіген қара қоңыздың жаратушыға алғысы шексіз еді. Еңбекпен достасқан күннен бастап шөл далада тіршілік ететін қара қоңыз осылайша шөлін тұманнан пайда болған тамшылармен қандыратын болыпты. Адамдар бара алмайтын Антарктидаға да еңбек ерінбей барып қайтады. Мұзға айналған әлемде еңбекті топ-топ пингвиндер қарсы алады. Еңбекпен қоян қолтық араласқан пингвиндер жүзіп жүрген мұздарды елеместен жарыса суға сүңгіп, балық ұстап, балаларын қоректендіреді. Пингвиндер балапанын өскенше қалтасына салып бағады екен. Осы мұзды мұхиттың түбінде қысы-жазы жайылатын теңіз мысығымен де еңбек достасып кетті. Сойдақ тістері сорайып, аузынан шығып тұратын теңіз мысығы 2 жасқа дейін баласын арқалап өсіреді екен. Тіршілік атаулыға ғажайып өмір сыйлағысы келген еңбек Үндістаннан өтіп бара жатып, тәтті іздеп жүрген балаларды кезіктіреді. Еңбек балаларға тәттілігі тіл үйретін, қамыс қантын өсіруді үйретеді. Қылтиған қамыс түбінде түнеп жатқан балаларға еңбек ерекше сүйсінеді. Содан бері тәтті құмар балалар қант қамысын өздері өсіріп, жинап алатын болыпты. Еңбек енді бағбан досы өсірген бау-бақшаны аралайды. Сайраған құстардың дауысы күндіз түні бір толастамайтын бақшада еңбекті дәуітпен үнді тырнасы құшақ жая қарсы алады. 3 бұрыш тәрізді басы бар, ұзын мұртты, 3 көзді дәуіт бір орында отырып ақ, шыбын шіркейді ұстап жейді. Ал сенгіштей сезімтал тырна бақшаны күзетеді. Құстардың ұясын бұзып, жұмыртқасын жегісі келген жыландарды тырна тірбеткізбей, шетінен аулап жеп отырады екен. Авторы Райхан Маженқызы. Каналыма тіркеліп достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.